Баршаңызға сәлем, арнамның көрермендері. Сарымсақ халық емінде ең көп қолданылатын өсімдік. Ата-әжелеріміз сарымсақ ауруды кетіреді, антибиотик сияқты деп айтып келген. Бірақ сұрақ, сарымсақ шынымен антибиотик пе, әлде бұл тек аңыз ба? Бүгін біз сарымсақтың құрамын, ғылыми дәлелдерін, дұрыс қолдану жолдарын талқылаймыз. Сарымсақ құрамында аллицин, ең басты белсенді зат, бактерияға қарсы әсері бар. Флавоноидтар, антиоксидант, қабынуға қарсы. Витаминдер мен минералдар иммунитетті қолдайды. Аллицин сарымсақты турағанда немесе езгенде пайда болады. Ғылыми пайдалары: біріншіден, бактерияға қарсы. Лабораториялық зерттеулерде сарымсақ кей бактерияларды тежейді деп дәлелденген, бірақ бұл дәрілік антибиотик сияқты күшейтілген әсер емес. Екіншіден, қабынуға қарсы, жеңіл қабынуды азайтуға көмектеседі. Үшіншіден, иммунитетті қолдау. Сарымсақ күнделікті тұтынылса, жеңіл суық тиюден қорғауы мүмкін. Төртіншіден, жүрек қан тамыр жүйесіне пайдасы. Қан қысымын реттеуге ықпал етеді, қан қоюлануын аздап азайтады. Бірақ назар аудару керек. Сарымсақ дәрігер тағайындаған антибиотиктің орнына қолданылмайды. Сарымсақты қалай қолдану керек? Ішке қабылдау. Таза туралған сарымсақты тамаққа қосуға болады. Аш қарынға көп жеуге болмайды, асқазанға ауыр болуы мүмкін. Сыртқа қолдану. Тері қабынуларында жеңіл компресс ретінде қолданылады. Қан ұюы бұзылған немесе антикоагулянт қолданылатын адамдарға абай болу керек. Қолданудағы қателіктер: көп адам антибиотик орнына ішеді, бірақ олай ішуге болмайды. Сарымсақ ауыр инфекцияны емдемейді. Аш қарынға көп жеуге болмайды. Балаларға дұрыс мөлшерін бермеу асқазан проблемасына келеді. Дұрыс қолдану: ас мәзіріне қосу. Профилактика: жеңіл суық тиюде қолдану. Қорытындылай келе, сарымсақ табиғи көмекші, иммунитетті қолдайды, жеңіл бактерияға қарсы әсері бар. Барлық ауруға антибиотик емес, ауыр инфекцияларда дәрігердің емін алмастырмайды. Құрметті арнамның көрермендері, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийді пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.